Балаларды ертегі желісімен мазмұны түсіну, сөздік қорымен байланыстырып сөйлеу дағдыларын дамыту мақсатында Айгөлек ортаңғы тобы балаларының орыс ертегісі үйшік ертегісінің желісімен сомдайды. Қабыл алыңыздар. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер ме, балалар? Ертек тыңдағыларың келе ме, балалар сендердің? Ендеше орыс халқының ертегісі үйшік ертегісін тыңдай қойыңыздар. Мен сендерге айтып берейін. Мұқият тыңдаймыз, жақсы ма? Ертеде орман алқабында бір кішкентай үйшік тұрыпты. Сол үйшіктің қасынан өтіп бара жатқан тықырлау тышқан үйшікті көріп қалып, терезесін қағады. Шөпшегім бұқып кішкентай. Бұл үйшікте кім бар? Сөйтіп сұрайды да тышқан жан-жағына алақтап қарап, үйде ешкім жоқ екенін көріп, үйшіктің ішіне кіріп, өзі сол үйде өмір сүріп жатады. Сол үйшікті қасында шалшықта бақа өмір сүреді екен. Сол үйді көріп қалып бақа үйшіктің терезесін қағады. Мен құлақ шығарма. Мен ақылданғансың. Мен ақылдап бақамын. Сендерің дайынсың. Осылайша кіп-кішкентай ормандағы үйшікте тықырлауық тышқан, бақылдауық бақа бірге дос болып өмір сүріп жатады. Орманда келе жатқан қорқақ қоян осы үйді көріп қалып, терезесін қағады. Шөпшегімді кіп-кішкентай. Кім тұрады? Мен құлақ шығарма. Мен ақылдап бақамын. Мен құлақ шығарма. Ал сен кімсің? Мен қорқақ қоямын. Кедеме бірге тұрайынсың. Кел қорқақ қоян бірге тұрайын. Осылайша бұл үйшіктен қоянға да орын табылады. Орманда қу түлкі бұл үйшікті көріп қалады. Үйшіктің маңына келіп, үйшіктің терезесін қағып, Шөпшегімді кім-кішкентай. Үйшікте кім бар? Мен құлақ шығарма. Мен ақылдап бақамын. Мен құлақ шығарма. Мен қорқақ қоямын. Ал сен кімсің? Мен түлкімін. Сендермен жүрейінші. Кел бірге тұрайын. осылайша үйшікте тықырлауық тышқан, бақылдауық бақа, қорқақ қоян, қу түлкі бірге дос болып өмір сүріп жатады. Жан-жағына алақтап, ырылдаған даусыменен қасқыр келеді. Қасқыр үйшіктің терезесін қағып, Кім тұрады? Кім тұрады? Мен құлақ шығармын. Мен ақылдап бақамын.
Сөп сүйкімді үйшіктен қасқырға да орын табылады. Барлығы әндетіп ән айтады. Достардың айтып жатқан өлеңін естіп, ормандағы жидек теріп жүрген аю да бұл үйшіктің маңына келіп, терезені қағады. Достары қорқып, аюды кіргізуге, сен сыймайсың, сен үйімізді қиратасың деп, сон тыңдамай аю үйге басын тыққанмен, бірақ үйдің ішіне кіре алмайды. Сосын аю шатырға шығамын деп, үйді қиратады. Үйдің ішінен достары барлығы аман есен құтылып шығады. Осылайша достар ауызбіршілікпенен бөрене ағаш тасып, өздеріне әдемі, биік, барлығы сиятындай етіп, керемет биік үй тұрғызып алады. Сол үйде бақытты, тату тәтті өмір сүреді. Бүгінгі үйшік ертегісін сомдаған актерларды таныстырып жіберейін. Сұр қасқырдың рөлінде ойнаған Өмірбаев Шәкәрім. Тықырлау құшқан рөлінде ойнаған Тағберген Хадиша. Көкірдің рөлінде ойнаған Мұратхан Айкөпке. Құрдастаған Аюдың рөлінде ойнаған Бақтияр Зейін. Қорқақ Қоянның рөлінде ойнаған Мақсұтова Мариям. Ақылдағы Қақаның рөлінде ойнаған Едігер қызы Айзере.